Шаңарақ әрбір жәмиеттің баслаңғыш буыны. Бақытлы шаңарақлардан бақытлы жәмиет құрылады. Бұнда шаңарақ ағзаларының, әсіресе ер һәм аялдың өзара келісімі, ауызбіршілігі ең ахметлі орын тұтады. Ибрагимовлар шаңарағын өткен жылдар ішінде өмір өзінің түрлі сынақларында метіндей таплап, керек жерінде мұңайтса, кейде күлдіріп, ауыр соқпақлардан басқыш алып өтті. Бозатау районы, Бозатау поселка ауыл бұқаралары жиынында жасаушы бұл шаңарақ ағзаларының кеуілі де ауыл даласындай кең. Өмірі бидай масағындай берекетлі. Мехірі күжім таллары сияқлы, саялы. Шаңарақ бұл балаларды тәрбиялау, бір аңсат іс емес бұлайынша қарап тұрсақ. Біздер енді әкелерімізден, үлкен аталарымыздан өрнек алып, солардың ақылларын алып, 3 перзентім бар. Перзенттерімді тәрбиялап, бәрін үйлендіріп, мінекей азыр ақыллар сүйіп атырман. 5 қыз ақылым, 1 ұл ақылым бар, 3 баламнан. Келінерім әммесі өзім ойлағандай, өзімнің қызларымдай әммесі. Жүда олардан біздердің тәрбияларымызды алып атырыпты, ақылларымызды алып атырыпты. Ақылықларыма бәрі біреуінен біреуі мазалы, біреуінен біреуі шерін, сондай жақсы көремін ақылықларымда. Міне сонымен бірге мінекей ақылықларым жесін деп, ниет етіп, мінекей үйдің дөңгелегінің бәрін мінекей бақ қылдым. Алмаларым, шабдаларым бәрі піскен уақытта бір әзет жегенлерін көріп, өз алдына бір зауықланамын олардан. Бұл бақ болуым аңсат болған жоқ, бірақ қиын нәрсе бақ қылуым. Бақ қылуым мына ұлларды, қызларды тәрбиялағандай нәрсе. Бұғына мехір керек. Бұл бақты тәрбиялауым өзіне өзі болмайды. Бақ қалай тәрбияланатығым болса, міне шаңарақтан сондай етіп тәрбиялау керек, оларға сондай мехір беру керек, оларға сондай тәрбия беру керек. Соның арқасында мінекей шаңарағым шаңарақ болады. Сол бақтай болып ертең мейве береді біздерге. Өмірде әмме нәрсе болады. Қиыншылықтарам болады, қуаныштарам болады, бақытларам болады, әмме нәрсе болады өмірде. Болды енді уақытында біздер жас семей уақытымызда азырақ қиналдық, сол дәрежеге жетемен дегенше. Біздер ата-енемізден алған тәрбияның арқасында, солардан үйренген нәрселеріміздің арқасында мінекей қиыншылықтардың бәрін жеңіп өттік. Балаларым бәрі жұмыс орнында. Сол мектеп жасымда, 1-ші классымда мен өзім анам маған кітап оқып беретұғын еді. Кітапты сондай жақсы көретұғын едім. Өзім өздігімнен бұлайша оқыған кітапларымның атын елі ұмытпаймын. Сурет деген кітапты оқыдым. Ең бірінші өзім жазылып алған кітабым Мәкке палуан деген кітап еді. Елі ядымда да солар, ұмытпаймын. Енді әзіргі, не деймін, әзіргі балаларға айтатығым болсам, мына заман рауажланып, технология рауажланып кеткеннен кейін әзіргі уақытта барлық мағлұматтар интернетте. Интернеттен керек емес нәрсені емес, керек нәрселерді алып оқыса, әлбетте пайда береді жастарға. Кітап оқыған жүда пайдалы. Менің жастарға маслахатым әлбетте кітапларды көплеп оқыса, оларға үлкен тәрбиялық қызмет етеді кітап. Шаңарақтың бекемлігін тіклеуде сол кітаптың орны жүда күшті болады. Хақиқатында да халқымыз көп миллетлі. Ауылы аралас өскен, бір-біреуді бауырлап жасайтұғын жатырқау білмеген халық. Ибрагимовлар шаңарағының көп миллетлі шаңарақ болуында да осындай мехір ақибет һәм кең пейілі қатынасықларының терең тамыр атқан ағла фазилеті екенлігін аңлауымыз мүмкін. Мен енем өз қызындай, өз перзентіне қабылдап алды. Өзім қаланың қызыман нүкісте өскенбіз. Қандай болады екен деп қорқыныш сезімдер болды. Бірақ енем жақсы күтіп алды, жақсы қарасты. Нан жауды білмейтін едім.
сиыр сауып білмейтін едім, жүргізді онша білмейтін едім. Жүргіздім, елетіп үйретті, өзіме алдыма бір ниет қылып қойдым. Келін түсірсем, сондай келінлерімді жақсылап, өзім қызымдай қылып қабылдап аламан деп. Бақытлы енемен, келінлерім жақсы, келінлердің бәрін өзім қызымдай қылып қабылдап алдым. Ибелі, мейірімлі. Тұрмыстың ашы тұщы дегендей, тұрмыста әрқилы нәрселер болады. Жақсы нәрселер де болады. Сол уақытта келінлерге жақсылап бір тәрбие берсең, үйретсең. Қазіргі заманда мына көп ажырасулар болып жатыпты. Солардың алдын алу үшін, мысалы үшін енелерге бір айтар едім, сырттан келген келін осы үйге сіңісу үшін жақсы қарасып, көмектесіп, жәрдемлесіп, білмеген жерлер үйретіп, себебі бүтін үйде келгенменен үйге сіңісу қиын. Жүгері ұнынан зағара жауамыз, жүгері күртік пісіреміз, себебі жүгері күртікте витаминдер болады, тойымлы болады. Сонда шаңырамыз, ағзаларымыз бәріміз жиналғанда тез-тезден жүгері күртік пісіріп жейміз. Милли тағамыз болғаннан кейін. Енем әмме затты үйретеді. Мысалы үшін менде нан жауып білмейтін едім ұлыма үйде. Нан жауып үйретті. Әмме ауқатларда жәрдемлеседі. Жол жоба көрсетеді. Енемді өзім анамдай қылып, әмме сырларымды айта аламан. Мысалы үшін әмме нәрсені сырласа аламан. Жақсыдан жақсы ат қалады дейді халқымыз. Бүгін шаңырақта тәртіп һәм тәрбияны өмір жолларына сусын еткен перзентлер ата-анасының минетлерін ақлап, халық қожалығының түрлі тарауларында хадал минет етіп, жамиетіміздің рауажы үшін өздерінің үлесін қосып жатыр. Әлбетте шаңырақтағы дұрыс тәрбия келешек әулет үшін де ең тура жол болып, мемлекетімізде бақытты шаңырақтардың көбеюіне текар жарата алады.